Өзен көлдегі өлім көбейді. Шомылу маусымы басталғалы республика бойынша 81 адам суға батып ажал құшқан. Оның 25-і кәмелетке толмаған балалар. Мамандар көбіне қайғылы жағдайға демалуға келгендердің ережені елемеуінен болады дейді. Шомылуға барғанда нені ескеру керек? Жомарт Түзелбай тарқатсын. Шіліңгір шілде ыстығында мен сияқты сергі үшін өзен көлдерге ағылатын адамдардың қарасы қалың. Алайда демалуға келгендер көбіне қауіп мәселесін қаперден шығарады. Ескертуді елемейді, рұқсат етілмеген жерлерде шомылады. Мамандар мұндай әрекет салдарынан көңілді күннің соңы қайғылы оқиғалармен аяқталуы мүмкін екенін ескертеді. Әсіресе кішкентай балалардың қараусыз қалуы қайғылы жағдайларға әкеледі дейді құтқарушылар. Бір ғана Қапшағайдың өзінде тәулігіне 15-ке жуық перзентінен ата-анасы көз жазып қалады екен. Ал тыйым салынған жерлерде жүзуге құмар жандар бұл әрекетке масан күйде болғандықтан баратын көрінеді. Ең бірінші таңда ішімдік ішкен кісілер мұнда тыңдамауда, ондай кісілер өздері емес, өздерінің артындағы келген бала шағаларына үлгі болуды ұмытқандай сезінеміз осында жүріп. Күнделікті біздің 5-ші жағажайда 3-4 адам суға батады. Біз оларды алып шығып бірінші жедел жәрдем көмегінде көрсетеміз. Скорыйға да салып жіберген күндеріміз бар. Демалыс күндері бізде 10-15 мың жоқ дегенде халық саны болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай кішігірім клетканың ішінде бір 2-3 мың адам осы демалуға келеді. Дей тұрғанымен отбасымен демалуға келетіндер балаларды көзден таса қалдырмауға тырысамыз дейді. Әсіресе сәбилердің қауіпсіздігін ең бірінші орынға қою керек деп есептейді. Қауіпсіз жағдайды сақтау керек. Балалар жаңа суға түсіп кетпей, ағып кетпеу үшін жаңа қауіпсіздік жағдайды қарау керек қой, алып келгеннен кейін балаларына. Сол балаларымызға кеп арасы барып қоямыз, қарап отырмыз, алысқа барма деп жатырмыз. Қазір көп жаман жағдайлар болып жатыр. Балалар ағып кетіп жатыр суға. Биылғы шомылу маусымы басталғалы елімізде 81 адам суға батып қаза тапқан. Олардың 25-і кәмелет жасына толмаған балалар. Мамандар өзен көлдердегі қайғылы жағдайлардың алдын алу үшін түрлі істер атқарып жатырмыз дейді. Алайда олар ең бірінші жауапкершілік әр адамның өзінде екенін де ескертеді. Қайғылы оқиғалардың басым бөлігі шомылуға рұқсат етілмеген және арнайы жабдықталмаған жерлерде тіркелді. Қауіпсіздік мақсатында тек арнайы жабдықталған жағажайда шомылыңыздар. Балаларды су айдындарының маңында қараусыз қалдырмаңыздар. Оларға бейтаныс жерлерде шомылудың қауіпті екенін түсіндіріңіздер. Аптап ыстықтан кейін бірден суық суға түспеңіздер. Тыйым салынған орындарда шомылған үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылғанын ескертеміз. Тыйым салынған белгіні көре тұра суға түскендерге 7 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 30 мың теңгеден аса айыппұл салынады. Бүгінге дейін осы жазаны арқалағандардың саны 2700-ден асыпты. Жомарт Түзелбай, Дидар Елеу, КТК, Алматыдан.